В условиях динамики развития трансформационных процессов, в целом в мире глобализации, информатизации, усиления национальных аспектов, безусловно, мы должны сделать многое для того, чтобы сохранить общеобразовательное пространство, чтобы сохранить традиции, культуру нашего общения и, безусловно, передать молодежи вот те наши общие ценности, на которых мы сегодня и базируемся в образовании и воспитании нашей молодежи. Учитель – это не просто передатчик знаний, транслятор, как мы говорим, знаний. Это личность, это воспитатель, это тьютер, если хотите, это организатор образовательного процесса, это тот, кто ведет детей, кто формирует их характер, черты, их будущее. Өзім үшін ашқан жаңалықтарымды айтып өтейін деген ойым бар. Бұл біріншіден ең алдыменен осындай үлкен білім ордасында болғандығы мен үшін бір жаңалық. Екіншіден, жан-жақтан келген қаншама өзім тәрізді әріптестер бар, сол әріптестермен бірлескен арадағы бір-бірімізбен пікір алмасу. Пленарлық отырыста да бұрынғы кезде білесіздер, әрине білім сапасы ол маңызды. Соның ішінде бірнеше рет баса айтылған мәселелердің бірі бұл баланың эмоционалдық жағдайына аса назар аудару. Сондықтан осы мәселені мен өзім бұл съез біткеннен кейін де өз әріптестеріме барған уақытта осы мәселе жөнінде тереңірек айтып, және оларға толық түсінік беруге тырысамын.